Украина аумағындағы гуманитарлық ахуалдың күрделі екені айтылып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымында елден 2,5 миллион адам босып кетті. Қарулы қақтығыс жүріп жатқан аймақтардың барлығының халықтың бірден көшіру мүмкін болмай тұр. Ал Украина мен Ресей арасында кезекті екіжақты келіссөз бұл жолы онлайн форматта өтті. Украина өкілі Михаил Подоляк байланыс орнату қиын болса да Украина мен Ресей арасында келіссөздердің төртінші раунды жүріп жатқанын айтты. Тараптар өздерінің нақты ұстанымдарын белсенді түрде білдіріп жатқанын мәлімдеді. Подоляк келіспеушіліктердің көбі екі елдің әртүрлі саяси жүйесінің байланысты. Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков келіссөздер бейконференция режимінде өтетінін айтқан. Украина өкілі президент Владимир Зеленскийдің кеңесшісі Михаил Подоляк Кремльдің мәлімдемесін растады. Әлеуметтік желіде жарияланған видеода Подоляк Ресей келіссөзге өзара ықпалдаса бастағанын айтты. Жексенбіде Зеленский Украина делегациясы күн сайын ресейлік әріптестерімен келіссөздер жүргізіп жатқанын мәлімдеді. ақш-тың Киевтегі елшілігі тағы бір рет ел азаматтарының Украинадан тез арада кетуге шақырды. Өткені жалғасып жатқан қақтығыс бейбіт тұрғындарға қауіп төндіретіні айтылды. Ұлыбритания Украинаға 500-ден астам генератор жеткізетін болды. Олар ұрыс кезінде электр қуаты өшіп қалған жағдайда бейбіт тұрғындар паналап жатқан орындар мен ауруханалар секілді маңызды нысандардың жарықсыз қалмауын қамтамасыз етеді. Бұл туралы Борис Джонсон Украина президенті Владимир Зеленскийдің өтінішінен кейін мәлімдеген. Ұлыбритания мен ақш санкцияларында Австралия үкіметі де қосылды. Ресейдің 33 олигархына белгілі кәсіпкер мен олардың жақындарына санкция салды. Олардың қатарында Челси футбол клубының иесі Роман Абрамович, сондай-ақ Алексей Миллер, Дмитрий Лебедев, Сергей Чемезов, Николай Токаров, Игорь Чувалов, Кирилл Дмитриев секілді елдің байлығын қолына жинаған Ресей үшін стратегиялық және экономикалық маңызы бар делінген адамдар. Шетелдік бақта Ресейдің Қытайдан көмек сұраған жайлы ақпарат тарады. Алайда Қытай тарапынан Кремль оны жоққа шығарды. Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей әскери көмек алуға туралы Қытайда жүгінбегенін мәлімдеді. ақш жағы егер Қытай Ресейге көмектессе, салдары ауыр болатынын ескертті. Украинада қақтығыс жалғасып жатқандықтан қазіргі уақытта Польшаның өзінде 1,175 миллион босқын келген. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша Украинадан 2,5 миллион адам босып кеткен. Олар шекарадан көлікпен, пойызбен немесе жаяу өтіп шекара бойындағы қалалар мен ауылдарға қабылдау орталықтарында баруда. Қабылдау орталығы деп ресми аталғанмен бұл волонтерлер жасақтаған спорт залдар мен қоғамдық орындар. Халықаралық ұйымдар Еуропадағы босқындар мәселесі ірі гуманитарлық дағдарыс тудыратынын ескерткен. Украина вице-премьер-министрі Ирина Верещук осыған дейін бейбіт тұрғындарды эвакуациялау мәселесіне тоқталып қоршауда қалған. Марипулаға жету мәселесі сәтсіз болған хабарлаған. Қала әкімінің орынбасары келіссөз жүріп жатқан уақытта Марипуладан халықты шығару үшін жол ашылған сүйіншіледі. Елдегі қақтығыс аймақтардың барлығы 140 мың астам азамат эвакуацияланған. Киев облысының қалаларының бірнеше мың адам, Луганск облысының шығыс бөлігінен 5 мыңға жуық тұрғын шығарылған. Верещук гуманитарлық көмек тиелген көліктер атыс салдарынан портты Марипул қаласына жете алмағандығын айтады. Зеленский халыққа арналған үндеуінде НАТО басшыларының Украина әуе кеңістігін қорғауды тағы бір рет сұрады. Алайда ақш осыған дейін де бұл әрекет НАТОның Ресеймен соғысқа араласуын білдіреді деп бас тартқан. Украина қанша сұрағанымен батыс елдері бұл қадамға бармайтыны ашық көрсеткендей. Өйткені батыс елдері НАТОның Ресеймен қатынасын болдырмауға тырысады. Ал Ресей салынған санкциялар күннен күнге артып келеді. Халықаралық ірі корпорациялар, компаниялар, дүкендер мен қоғамдық тамақтану орындарын жауып жатыр. Олардың Ресей нарығынан қанша уақытқа кететінін белгісіз. Кейбірі өз еркімен Ресей аумағынан кәсібін жалғастырудан бас тартса, енді біреуі халықаралық қоғамдастық қысымынан кейін осындай әрекетке барған. Ресейде бірқатар әлеуметтік желіде жұмыс істемейді. Instagram желісі бұғатталды. Ресей үкіметі Мета бұрынғы Facebook компаниясының Ресейге қарсы мәтіндерге рұқсат беретін туралы мәлімдемесі жауап ретіндегі елдегі ең танымал әлеуметтік желінің жұмысын шектейтінін жариялаған.
Төрткүл дүниенің назарын аударған Стамбулдағы Украина мен Ресей арасындағы бейбіт келіссөздер басталды. Халықаралық қауымдастық бұл кездесуден қарулы қақтығысты тоқтатуға және тараптардың диалогқа қайта оралуына үміт артып отыр. Кездесудің болуында ақш-тың түрткі болғаны көпке белгілі. Трамптың өзі Путин Стамбулға барса, мен де жиынға қатысамын деп Түркия баратынын айтқан. Стамбулдың тарихи Долмабахе сарайының алдында Украина мен Ресей делегациялары арасында бейбіт келіссөздердің кезекті кезеңі өтеді. Бұл жолы қос мемлекеттің басшылары қатыспайды. Ресей делегациясының президент Путиннің кеңесшісі Владимир Мединский бастап келген. Құрамында сыртқы істер және қорғаныс министрліктерінің орынбасары, жоғары деңгейдегі әскери сарапшылар да бар. Украина делегациясының сыртқы істер министрі Андрей Сибиха, қорғаныс министрі Рустем Умеров және президент кеңесінің басшысы Андрей Ермак бастап келді. Негізгі талаптар мынандай: Украина аумақтық тұтастығын, қауіпсіздік кепілдігі және шетел әскерінің аумағының толық шығарылуын талап етуде. Ресей жағы Украинаның бейтарап мәртебесін Қырымды Ресейдің құрамында тануы және Донбасс мәселесін жеке келісіммен шешуді көздеп отыр. Түркия бұл келіссөздердің тек алаң ұсынушы емес, сонымен қатар белсенді делдал. Президент Режеп Тайып Ердоғанның бастамасымен ұйымдастырылып отырған бұл кездесу екі тарапқа да тең дипломатиялық алаң ұсынуға бағытталған. Бұған дейін астық дәлізі келісіммен іске асыруда да Түркия маңызды рөл ойнаған еді. Бұл жолда Анкараның делдалдық миссиясына аймақтық тұрақтылыққа ықпал етуі мүмкін. Кадр Эртакчелик, Анкара дағдарыс және саясатты зерттеу орталығының сарапшысы. Түркияда 2022 жылдан бері Украина мен Ресей арасында қақтығысқа теңгерімді саясат ұстанып келеді. Украина аумақтық тұтастығын қолдағанымен Ресеймен де байланысын үзбеді. Бұл Анкара сенімді арағайын ретінде мойындатты. Түркия алғаш рет 2022 жылы қос елдің сыртқы істер министрінің Анталияда кездестіріп, кейін астық келісімін жүзеге асырушы бастамашы болды. Енді 15 мамырда Стамбулда өтіп жатқан саммит бейбітшілікке бағытталған тағы бір маңызды қадам болды. Тараптардың диалогқа қайта отыруы соғысты саяси арнаға бұру жолындағы нақты қадам. Қақтығысты уақытша болса да мұздату және атысты тоқтату маңызды жетістік болмақ. Егер келісімге келінбесе, қақтығыс ұзаққа созылып, геосаяси дағдарыстар тереңдей түседі. Украинада пайдалы қазбалар үшін бәсеке, азық-түлік пен энергия қауіпсіздігі мәселелері өзекті болып береді. Ең бастысы атысты тоқтатып саяси шешімдерге жол ашу. Бұл саммит сол жолдағы нақты кезең. Таяу шығыстағы миллиардтаған доллар бағаланатын келісімдерді бірінен кейін бірін қанжығасына байлап келе жатқан. Трамптың есебі дәл Путин келгенде төп түскендей қалғандай. Сауд Арабиясы сапары алдында бұл кездесуден зор үміт күткен және де өзі де жоспарынан тыс түрде Стамбулға барып қалу мүмкін екенін айтқан еді. Бірақ әзірге тек ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубио бастаған делегацияның Анадолу жеріне аяқ басқанын біліп отырмыз. Анталиядағы НАТО жиынына келген Рубио Трамптың арнайы өкілі Стив Утиковпен бірге Ресей-Украина кездесулерінде қатысады деп жоспарланған. Ресей президентінің Түркияға келмеуінен ақш президентінің Украина мен Ресей қатысты көзқарасының өзгеруінің айқындауға болады. Зеленский мен Трамптың Ақ үйдегі дауында ақш президенті украиндық әріптесін келіссөзге барғың келмейді деп кінәлады. Бірақ келісімге барғысы келіп, Түркия ұшып келген президент Путин емес, тағы да Зеленский болып отыр. Осы орайда ақш сенаторларының Ресейге қосымша санкция салынуының ықтималдығы артып келе жатқанын ескерткім келеді. Оңтүстік Каролина штатының шыққан республикашыл сенатор Ресейге қарсы қатаң экономикалық шараларды жүзеге асырушы арнайы заң жобасына қазір дауыс жинап отыр. Мұндағы елең еткізер жайт, Ресейдің мұнай, газ, уран және басқа да өнімдерін импорттайтын елдерден келетін тауарларға 500% тариф салу ұсынылады. Бұл қадам Ресей, Үндістан, Иран сынды елдерде қатты әсер етуі мүмкін. Әзірге Трамп қос партиядан шыққан мұндай ұсынысты ресми түрде қолдаған жоқ. Алайда бүгінгі кездесудің нәтижесі ақш президентінің көңілі қайда қарай бұрылатынын ықпал етуі әбден мүмкін. Тіпті ақштың вице-президенті айтқандай, Вашингтон келіссөздерден мүлдем шығып кетуі де мүмкін. Белгілі болғандай, Украина президенті Владимир Зеленский Стамбулға емес, Анкараға келді. Ол жақта Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның жеке кездесуі өткізді. Бұл кездесу келіссөздерге қандай әсер етуі мүмкін? Зеленский Анкараға сапары Стамбул келіссөздерден параллель жүріп жатқан дипломатиялық миссияның бір бөлігі.
Ердоған мен Зеленский кездесуінің қауіпсіздік, гуманитарлық көмек және де соғысты саяси жолмен реттеу жолдары қарастырылады. Түркия бұған дейін Украинаға гуманитарлық көмек көрсетіп келген. Бұл кездесу екі жақты ынтымақтастықты күшейтіп қана қоймай, бейбіт келісімдерге де жаңама ықпал етуі мүмкін. 2 маусымда Стамбулда Ресей мен Украина делегациялары арасында өткен келіссөздер барысында екі тарап басылғаннан гөрі ең ірі тұтқындар алмасуына және де қаза тапқан әскери қызметшілердің денелерін беру жөнінде хабарлады. Ресей делегациясының президенттің көмекшісі Владимир Мединский басқарды. Оның айтуынша тұтқындар алмасуы 1000-нан 1200-ге дейін адамды қамтыдық. Бұл алмасу барлығы үшін форматында әсіресе 25 жасқа дейінгі сарбаздар мен ауыр жараланғандарға қатысты іске асады. Сонымен қатар тараптар ауыр жараланғандар алмасу үшін медициналық комиссиялар ұйымдастыруға келісті. Кездесуге Ресей майдан шебінің кейбір учаскелерінде қаза тапқандардың денелерін әкету үшін атысты тоқтату режимін ұсынды. Мәскеу Украинаға 6000 әскери қызметшінің денесін бір жақта тапсыруға дайын екенін мәлімдеді. Балалар мәселесі талқылады. Украина Ресейге 339 баланың тізімін берді. Ресей тарапы бұл деректерді жеке-жеке зерттеп жауап беруге уәде етті. Бұған дейін Украина 101 бала қайтарылған, ал Киев Ресейге 20 баланы қайтарған. Украина делегациясы қорғаныс министрі Рустем Умеров басқарды. Ол қаза тапқан әскери қызметшілердің 6000 формасы бойынша айырбастауға дайын екенін мәлімдеді. Сондай-ақ Украина атысты 30 күнге толық тоқтатуға талабы қойып, қауіпсіздік кепілдіктері мен санкцияларды талқылау ұсынды. Келесі келіссөздерді 20-30 маусым аралығында өткізу жоспарланып отыр. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған келіссөздерде керемет деп бағаласа, Литва, Польша мен ақш өкілдері Украина қолдау көрсету қажеттілігін атап өтті. 9 маусым күні Ресей мен Украина елшілерімен Стамбулда өткен бейбіт келіссөздер барысында жасалған келісімге сәйкес тұтқындар алмасудың алғашқы кезеңі өтті. Украина президенті Владимир Зеленский алмасуға жарақат алған сарбаздар мен жасы 25-тен аспайтын азаматтар кіргенін айтты. Босатылған тұтқындардың нақты саны туралы ақпарат жарияланған жоқ. Ресейлік тұтқындарға келер болса, қазіргі таңда олар Беларусь маңында, оларға қажетті психология және медициналық көмек көрсетілуде. Кейін олар Ресейге жеткізіліп, қорғаныс министріне қарасты медициналық мекемелерде ем қабылдап оңалтуды өтеді. Еске сала кетсек, мамыр айының соңында Ресей мен Украина 2022 жылдан басталған қақтығыстан бері ең ауқымды тұтқындар алмасудың жүзеге асырып, 390 әскери және де бейбіт заманды бір-бірінен қайтарған болатын.